Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен сметанник пирогын жасайтын боламыз. Бірінші рет жасағаннан өте дәмді жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Құрғақ ыдысымызға ұнды саламыз, оның үстіне қант саламыз. Және қопсытқышымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, ұнымыздың үстіне қолымызбен езетін боламыз. Жаңағы крошка дейді ғой, песочный қылдырып жасаймыз. Одан соң жұмыртқамызды салып, қамырымыздың бәрін біріктіріп, қолымызбен жақсылап илейміз. Дайын болған қамырымызды целлофанға салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз қатып тұрған уақытта салмасын дайындап қоятын боламыз. Бізге қаймақ, оның үстіне қант қосып жақсылап араластырып аламыз да, жұмыртқаны екіге бөліп араластырып дайындаймыз. Бұл жерде миксерді қолдануға болмайды. Егер венчик болмай жатса, шанышқының көмегімен тек біріктірсеңіздер болғаны. Енді форманы дайындаймыз. Менде осындай кольцо, диаметрі 24 см. Осының астына фольганы орап қойдым. Сіздерде бұндай кольцо болмаса, жай форманы қолдана берсеңіздер болады. Қамырымызды екіге бөліп, міне жартысын осылай астына орналастырып шықтым барлығын. Қалған екінші бөлігін жандарына барлығын орналастырып шығамыз. Видеода көргендеріңізде жасасаңыздар, барлығы оңай әрі тез дайындалады. Дайын болған қамырымыздың үстіне салмамызды құямыз. Пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қойған болатынмын. Пирогымызды 35-45 минут аралығында пісіреміз. Бұл пирогтың жасалу жолы көріп тұрғандарыңыздай оп-оңай, сондықтан жасап көруге кеңес етемін. Мен осындай жидектер қостым, оның қосу-қоспауы міндетті емес. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.